Сүйікті перзент, қима сағаға арнау. Бекжанов Нұрбек. Бір жыл болды, мұңға батып анашың, қара жерге сені қимай балашым. Ілініп сұмажалдың тырнағына, салынып жаратқанның сынағына, балапаным, жан қинаған дертіңнен арылып жете алдың ба жұмағыңа. Қайтем жаным, жыласақ та таусылып, әміріне білдіре алмай қарсылық. Іңкәріңмен анаң отыр бекем боп, үйіміз тұр күңіренген мекен боп. Жалбарынып тек Алламнан сұрарым, саған берсін шапағатын жұмағын. Құрметті ағайын туыс жамағат. Осыдан 11 ай бұрын 2023 жылдың 5 қаңтарында отбасымызда қайғылы күн орнады. Тұңғышым, бауыр етім, жан балам, қарындасының жалғыз ағасы Нұрбектің жүрегі мәңгілікке тоқтады. Қара жерге перзентін табыстау әр ана үшін ең үлкен қасірет екені әмбек аян. Бұл қайғыны ағайын бауырларым мен жалғыз қызымның арқасында көтеріп, бүгін ұлымның қысқа болса да жұлдыздай жарық болған өмірін осы бір бейне түсірдім арқылы еске алуды жөн көрдім. 1988 жылы желтоқсан айының 14 жұлдызы өмірімнің ең бақытты күні болып еді. Дүниеге тұңғышым Нұрбек келіп, аналық махаббатым өзіне арналды. Оның қуанышқа толы қош жанары жадымда сақтаулы. Сықылықтаған күлкісі әлі күнге дейін құлағымнан кетпейді. Кішкентайынан нағашы атасы Болат пен Алтын әжесінің махаббатына бөленіп, бойына өнегесі мен тәлім тәрбиесін толығымен сіңіріп, мерейіне бөленген. Бағдат, Сәуле апалары мен Мейрам, Бақытжан ағаларының қолдауының арқасында адамгершілігі мол, ниеті таза, адалдыққа берік, нағыз ер азамат болып қалыптасты. Мектепте де, достарының ортасында да өмірге деген керемет құштарлығымен ерекшеленіп, ортасын жарқын еткен адал дос бола білді. Жазғы демалыста атасының үйіне барғанда жаны рахаттанып, көңілі көншіп, арқасы кеңуші еді. Ал атасы атқа мініп шабуды үйретіп, темір тұлпарды да тізгіндетуді жалықпай үйреткен. Нұрбектің балалық кезі осындай бақытты сәттерге толы еді. Ер жетіп, өз қалауымен Бауыржан Момышұлы атындағы әскери мектепке түскен Нұрбек, ол жерде де айналасына тек адал достарды жинады. Достары оны Туча деп атап кетті. Бала кезінен әр сәтті, әр затты қызықтауға асық болған ұлым, студенттік күндерінде де сол кезеңнің қызығында көбірек көруге қатты асық болыпты. Фото суреттерге қарап, сол сәттерді еске алсақ, құлыным ғұмырының тым қысқа болатынын сезгендей, құштарлықпен, тынымсыз ізденісте, бұл өмірді тынымсыз зерттеуде, ауаның жұпарын тереңірек сіңіруге, күннің жарығын көбірек көруге асық болған екен-ау. Қарындасы іңкәр туылғанда Нұрбектің қуанышында шек жоқ еді. Ол іңкәрдің қорғаушы періштесіндей ең керемет аға болды. Оны бағып өсіруге көмектесіп, кішкентайынан жетелеп, бар жақсыны үйретті. Оқуын тәмамдап,
қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне жұмысқа орналасып, арманы орындалды. Бұл қызметі өзіне қатты ұнайтын еді, алайда 2 жылда денсаулығы сыр беріп, өмірінің қиын кезеңі басталды. Өмірдің ақ-қарасы болатынын анық түсінетін даналығымен сырқатын жеңуге барын салған Нұрбек өз-өзін қатты күтіп, отандық, шетелдік емнің түр-түрін қабылдап, жақсылықтан күдеріспеді. Сырқаты жанына батса да сыр бермей, күйзеліске ұшырамай, өзін нағыз батыр, дана және көреген адамдай ұстап, біздің барлығымызға көңілін, уақытын арнап, уақытының таусыларын іштей сезгеніме, бізбен қоштасқаныма, соңғы жылы ерекше байыпты, ерекше қамқор, ерекше сабырлы болды. Міне, осылай Нұрбектің ғұмыры жарқ етіп, ағып түскен жұлдыздай, қысқа болса да жарқын болды. Нұрбек танысып біліскен барша замандастарының құрметіне иеленді. Ал біз үшін ол өлмейді, ол жүрегімізде мәңгілік өмір сүреді. Жанаға шықылдауық сағат ұрлап уақытты, қазаң менен тоқтатқандай бақытты. Босағаға елеңдеймін келердей, баяғыдай күлімсіреп кірердей. Аспандағы мың жұлдыздың ішінде сені іздеп мың қараймын, асылым. Анам үшін мықты болып жүрсем де, ыстық жасым сорғалайды жасырын. Анашым да мықты болып мен үшін бекем болды, іште сақтап жан сырын. Орындалмай ағарманы ананың, үйленгенін көре алмай баланың, тарқатылмай шежіресі тоқталды, қайғы жұтып, жан баласын жоқтады. Біздер үшін асқар едің, шын асқақ. Сенсіз қалды жанымызда тым ақсап, жанарларды жәудіретіп мәңгілік кеттің аға, жанымыздан жырақтап. Тыныштықты тапсын рухың жұмақтан, Аллам берген пейіштегі тұрақтан. Нұрбек, сен бізге нұр болып келдің, және біздің жадымызда мәңгі жарқын нұр болып қаласың.